Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құйрық майдан тіске басар жасайтын боламын және де құйрық майдың пайдасы туралы айтатын боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей осындай орташа отта кастрюлемізге суды толтырып, осы отқа қоямыз және де құйрық майды жақсылап жуып аламыз да, осы кастрюльдегі суға салып жарты сағатқа қайнататын боламыз. Бұл жерде біздің құйрық майымыз қатты езіліп кетпеу керек, сондықтан пышақтың көмегімен қарап отырсаңыздар болады. Енді осы піскен құйрық майды біз қазір ең алдымен суытып алуымыз керек. Содан кейін барып қалауымызша, өзіміздің қалауымызша көбіктеп немесе ұзынша қылып турап, тұзбен, паприкамен, бұрышпен араластыра отырып, жан-жағына жағып шығатын боламыз. Негізі құйрық майдың пайдасы өте зор. Кезінде ата-әжеміз, ата-бабаларымыз осы құйрық майдың пайдалы екенін біліп, осы құйрық маймен өскен болатын, кеңінен қолданған болатын. Құйрық майда ешқандай да аллергия, ешқандай не туғызбайды. Бұның пайдасы, яғни өте зор, жүрекке тимейді қанша жегенде де, және де бұны құйрық майды жеген адам күн зағынан тоңбай тоқ жүреді. Әсіресе осындай қыс айларында бұның пайдасы өте зор. Құйрық майды негізі барлық емдік қасиеті бар деп айта аламын, өйткені балалардың немесе үлкендерде суық тию, созылмалы ауру, яғни жөтелген кезде бұл құйрық майды, яғни шыжғырып, шайдың қасығымен даже ішкізіп жіберсеңіз, тамақ жібіп, барлық салқынның бәрін шығарады. Және де кеудеге, арқаға жағу арқылы өз пайдасын тигізіп жатады. Және де осылай тіске басар жасаған кезде таңертең асқа нан қосып жегенде күн зағынан тоқ жүріп, және де салқын жібермейді, салқын өткізбейді, тоңбайсың, жылы жүресің күн зағынан. Сондықтан қыс айларында бұл тіске басарды мен көбірек жасап қоямын. Өте оңай әрі тез. Осылай барлығын жағып, және де қалталарға, шағын мешоктарға салып, морозильникке қатырып қойсаңыз, керек кезінде тек пайдаланып жеуге болады. Мінекей барлығын осылай ешқандай да бос орын қалдырмай барлық жеріне жағып шығамыз. Жанына барлық мол қылып жақсаңыздар да, бұл ешқандай да ащы болып немесе көп болып кетпейді. Мінекей барлығын жақтым. Бұл май өзіне керек тұзды, бұрышты өзіне сіңіріп алады. Сондықтан ол ащы болып кетеді, немесе көп жағып қойдым деген нәрсе болмайды. Өзіне керегін барлығын өзіне сіңіріп алады. Сондықтан қорықпай жасасаңыздар болады. Ешқандай мөлшері жоқ. Өздеріңіздің құйрық майдың көлеміне қарай 2-3 қасықтан солай салып, осылай ысқылап жағу арқылы дәмін келтіре аласыздар. Негізі бұл жерде чеснок жағатындар да бар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша чеснокпен де ысқылап араластырып жағуға болады, яғни сарымсақпен. Мінекей достар, осымен біздің тіске басарымыз дайын болды. Енді осының барлығын жаңағыдай айтқандай осындай шағын пакетиктерге
қазір бөліп салатын боламын және де морозильникке қалдыратын боламын. Керек кезде осындай бір кусоктан, яғни бөліктен алып жесеңіздер өте ыңғайлы. Достар, менің осындай сіздерге көмегім, яғни пайдам тиіп жатса өте қуаныштымын. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, достарыңызға, туыстарыңызға таратып жібере отырыңыздар. Сіздермен болған Бекзат. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа менде үй жағдайында жасалатын түрлі рецепттермен бөліскен болатын, және алдағы уақытта да пайдалы рецепттермен бөлісемін деген ойдамын. Сіздерге көп рахмет видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.